орта мектеп, алты Ә сынып оқушысы Базарбай Гүлжанат, Ахмет Байтұрсыновтың «Шаммен ажал өлеңі». Орманнан бұршыл қайтып отын алып, көкшеңдеп көтер алмай өтті талап. Отыннан жерге қойып біразырақ, қисайып жатып байға тойға қалап, мен сорлау бөлек әрі жырлап, асыра оға емес егі жанда. Қартайдым жандарлығы қараным жоқ, еліме дәтісінарлық құдай малда. Бұл маған не қылғаны жаратқаным, бір салға ірі жанды қаратқаным. Төлермен салғы ақша қайдан тауып, қажетім бірін сағып жаратпадың. Не жатым құтқанмаса бұл менетін, күнін жоқ тілегімді қарды еткен. Бір екеш біреу ерте өліп жатыр, келмеме маған ажал қажет еткен. Оны естіп ажал шалған жетікерді, шақырдың жаңа неге деді мені. Ажалда көре сала жарай шошып, шалбағы сұсқанынан былай деді. Жарайды, бәрекелді қош келдің сен, өзім аш әрі кәрі қуатым кем. Отынымды көтер алмай, арқалап жүрбеші деп шақырып ем. Шалбағы жасы жетіп жеңген қапаң, я жүрген жоқ жолқын зарын тартып. Саужы жоқ, ағзасында ауруда өлімнен тіршілікті келген артық. Кейбіреу көтер алмай жүзегенін, кейген сағатында тірейділер. Болады надандықпен жоқ нахат, ісінің құдіретін білмей жүрмін.